Сәлеметсіздер ме? Мен Байтерекова Шолпан, Кентау қаласының балалар көркем сурет мектебінің бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі. Бүгінгі айтылатын сабағымыздың тақырыбы Гүлфайрус Исмаилованың шығармашылығы. Гүлфайрус Мәнсүр қызы Исмаилова 1929 жылы 15 желтоқсан күні Алматы қаласында дүниеге келді. Ол қазақ кескіндемешісі, театр және кино суретшісі, әрі талантты актриса. Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстанның халық суретшісі, платинды Тарлан сыйлығының иегері. Өмірбаяны: Гүлфайрустың шын есімі Күләш Таңсықбайқызы Қонарбаева. Гүлфайрусты кішкентай кезінен Мәнсүр Исмаилов асырап алған. Ол оның 5 қыздарының үлкені болды. Гүлфайрус кішкентай кезінен әдемі құлпырып өскен гүлдерге, әсем табиғатқа сүйсініп өсті. Әжесі өнерлі болған. Гүлфайрустың өнерлі болуына алғашқы үлес қосқан адам еді. Әбілхан Қастеевтің берген кеңесі бойынша Гүлфайрус Исмаилова суретші мамандығын таңдады. 1947-1949 жылдар аралығында Қазақ консерваториясының вокалдық факультетінде оқыды. 1949 жылы Алматы көркем сурет училищесін бітірді. 1956 жылы Ленинградтың Репин атындағы кескіндеме, мүсін және сәулет өнері институтын Бабышевтың кескіндеме класы бойынша бітірді. Еңбек жолы 1956-57 жылдары Алматы көркем сурет училищесінде сабақ беруден бастады. 1971-1974 жылдар аралығында Абай атындағы Қазақ мемлекеттік және балет театрында бас суретші қызметін атқарды. 1987 жылы Қазақ КСР халық суретшісі атанды. Шығармашылығы: Гүлфайрус Исмаилова қондырғылы және театр кескіндемесінде жұмыс істеді. Осы екі бағыттағы картиналары көрмелерге қойылып, суретшіні одан әрі шабыттандырды. Суретші қондырғылы кескіндемеде портрет пен натюрморт жанрында керемет туындыларды орындады. Ол қызықты да, жұмылдырғыш, тартымды, күшті әрі тәуелсіз мінезді адамдарды жазды. Бұл қасиеттер оның өзінде де болды. Қыз жібек рөліндегі Күләш Байсейітованың, Ақтоқты рөліндегі Шолпан Жандарбекованың, Қазақ вальсі картинасындағы Шара Жиенқұлованың портреттері модельдердің ішкі образын, олардың тұлғалық жігерін ашқан Гүлфайрус Исмаилова сияқты, олар да таңдамалы шығармашылық кәсіптің алғашқы қарлығаштары болды. Натюрморттарында суретшінің кескіндемешілік дарыны кеңінен ашылды. Бас киімдер, қымыз полотноларында Гүлфайрус Исмаилова ұлттық тұрмыста қолданылатын заттарды аса құштарлықпен суреттейді. Оған сәукеле жиегінің үлпілдеуін көрсету, ожаудың ағаштан жасалған немесе қымыздың жылы карамель түсін беру қызықты болды. Гүлфайрус Исмаилова 16 жылын опера театрына арнап, онда алдымен суретші, одан кейін бас суретші болып қызмет істеді. Сахналық кеңістік заңдылықтары бойынша ойлай білуі оған оқиға өтетін уақыт пен орынға, қойылым жанрына және де кейіпкерлердің мінез құлқына сай театр декорациясын жасауына мүмкіндік берді. Сатаевтың Ақбөпе пьесасының, Брусиловскийдің Ер тарғын және Қозы көрпеш Баян сұлу балетінің, Төлебаевтың Біржан Сара, Рахмадиевтің Алпамыс операларының декорациясына жасаған эскиздерінде суретші өз алдында көрермендерге оқиға атмосферасына, ал актерлерге олардың рөліне кіруге көмектесетін шығарманың негізгі идеясы мен музыкалық құрылымның синтезіндегі декорация құрудың күрделі міндетін қояды. Костюм эскиздерінде Гүлфайрус Исмаилованы олардың сахнадағы өзіндік ерекшелігі қызықтырады. Ақбөпедегі Керімбайдың, Біржан Сарадағы Сара мен оның құрбыларының, Ер тарғындағы сарбаздардың костюмдерін олардың мінез құлқына сай етіп жасады.
30-дан астам спектакльдерге 500 эскиз бен басты кейіпкерлердің 500 костюм эскиздерін және декорацияға арналған жұмысы кеңінен орындалды. Чио-Чио-сан операсына орындалған костюм эскизі және декорациялық көрініс бейнесімен көрермендерді таң қалдырды. Декорациялық картинаның теріс бетінде автордың қолтаңбасы қойылған. Бұл картинаның Гүлфайрус Чио-Чио-сан операсының басты орындаушысы СССР халық әртісі Жұманова Роза Үмбетовнаға сыйлаған. Гүлфайрус Исмаилованың отбасылық портреті. Бұл картинада Гүлфайрус Исмаилованың жұбайы Қазақстанның график суретшісі Евгений Сидоркин және олардың ұлы Вадим Сидоркин бейнеленген. Вадим Сидоркин әкесі мен анасының жолын қуған суретші реалист. Гүлфайрус Исмаилова бейнелеу өнері мен театр өнерінің дамуына айтарлықтай үлес қосты. Ол артына сан алуан көркемдік мол мұра қалдырып, Қазақстан мәдениетінде жарқын беттердің бірін құрады. Оның көптеген жұмыстары уақыт тынысын, оның мұраттары мен мақсаттарын сезіндіретін қазақ кескіндемесінің классикасына айналды. Суретші мамандығымен қатар Гүлфайрус талантты актриса. Ол 1950 жылдан бастап киноға түскен. Алғашқы аласталған Алитет фильмде басты рөлде Тигрена бейнесін сомдады. 1957 жылы Сабит Мұқановтың романы бойынша Ботагөз фильмінде Гүлфайрус басты ботагөз рөлін сәтті орындап шықты. Ал 1972 жылы Қыз жібек фильмінде Қыз жібектің анасы Айкөз рөлінде түскен және бұл фильмнің түсірілуіне зор үлес қосқан. Фильм эскизі мен әр кейіпкер костюмінің эскизін орындаған. Қыз жібек киімін ақ сәукелесін өз қолымен тігіп әсемдеген. Алматы қаласы 2013 жылы 12 мамырда еліміздің мақтанышы, бір туар талант иесі, әйгілі суретші Гүлфайрус Исмаилова 84 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Ол өмірінің 60 жылын театр мен кино саласына арнады. Марапаттары: 1958 жылы КСРО-ның құрмет белгісі ордені, 1965 жылы Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері құрметті атағы берілді. 1970 жылы қажырлы еңбегі үшін Лениннің туғанына 100 жыл медалі, 1981 жылы КСРО-ның халықтар достығы ордені, 1987 жылы Қазақ КСР-ның халық суретшісі құрметті атағы берілді және КСРО-ның еңбек ардагері медалімен марапатталды. 1999 жылы президенттің жарлығымен тәуелсіз Қазақстанның жоғарғы мемлекеттік марапаты Парасат орденімен марапатталды. 2002 жылы Латинді Тарлан премиясының лауреаты атанды. 2009 жылы елбасының жарлығымен қазақ өнеріне сіңірген айрықша ерен еңбектері үшін еліміздің жоғарғы мемлекеттік марапаты бірінші дәрежедегі достық орденімен марапатталды. Осымен сабағымыз аяқталды. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін рахмет.